Бәріне сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгінгі менің қазақша выживанияның достар 8-ші бөліміне қош келіңдер достар. Так, достар, бізде көп нәрсе өзгерді, 8-ші бөлімге дейін біз енді оған дейін шахта қазып тастадық, өзіміздің үйімізді дамытып, екінші үй салып алдық, және де өзіміздің мал қора, аяқтан балық аулайтын жер, және ауылға да барып үлгеріп қайтық достар. Енді 8-ші бөлімге дейін енді достар бірдеңе салып, енді мұнара салып, немесе бассейн, немесе мектеп, сондай бір қызықты постройка салым келіп тұр. Осы әлемде заттар көп жинап, оның қараңдаршы достар. Менде қазір складта 2 сундукта жиналып қалды достар, 2 сундукта жиналып қалды, уже заттар көбейді, және енді бірдеңе салатын заттар уже менде барлығы бар десем де болады. Қазір бізде түн батып жатыр, түн батпай тұрып, достар, мен көрермен тақтасын оқып жіберейін достар. Сіздерге үлкен рахмет достар. Сіздер мені қолдап жатсыздар, қолдап жатқан көрермендерім міне өсіп жатыр достар. Және де 300 көрермен, подписчик демей қойыңыз. Қазақша сөйлейік достар, қазақша сөйлейік. 300 жазылушыға үлкен рахмет достар. Енді алда 400 және де 500 көрерменді, жазылым санына жететін боламыз достар. Енді достар, менде қазір көрермен тақтасы жаймендеп ұлғайды достар. Өйткені бізде көрермендер комментария көп жазды достар. Соның ең жақсы жазғаны, маған ұнаған комментарий жазған балдардың есімін айтып кететін болам. Достар, кейбір көрермендерім оқып немесе көріп жатса достар, сіздер мына көрермен тақтасына ілінбесеңіздер достар, келесі бөлімдерде іліге аласыңдар достар. Мен сендерге сенемін достар. Сондықтан күшті комментарий жазып кетсеңіздер, маған ұнайтын немесе бір қызықты нәрселер жазып кетсеңіздер, сіздер келесі бөлімге мына тақтаға түсетін боласыздар. Енді көп сызбай тезірек оқып кетейін. Қазір артынан мына крипер келіп, немесе басқа криперлер келіп, менің артымды жарып, мынау көрермен тақтасын жарған қаламаймын достар, Бізде енді бірінші комментарий жазған баланың атын оқып кетейік. Бізде Гентей немесе Джентей деген бала жазып кетті. Бізде күшті комментарий Джентей, жерде Кинг Қазақ, жерде Ерке Бұлан, жерде менде екінші түсіп отқан осы тақтаға Дания Тажмахан, Лазар Құралбаев дейді. Керемет есім Лазар. Жерде Адил 2013, және де Асет Иноят, жерде Ера Кизет. Бұл да екінші түсіп отыр тақтаға. Красавчик. Және де Мағжан 777 деген бала түсіпті достар. Сендерге үлкен рахмет, күшті комментарий жазыңыздар, мотивация бәрін достар. Маған ұнады осы балдардың жазған комментариялар. Сондықтан сендерге үлкен рахмет. Дәл осылай белсенділікті жоғалтып алмай, до конца қолдайық достар. Мен қазір ұйықтаймын, мына жерде мауктар келе жатыр. Ойбай достар, қараңдаршы, мына жерде шабуыл басталды. Келіңдер, давай, сендер мен өлтіріп тастайын қазір. Келіңдерші. Ойбай достар, қаш мыналарың. Ойбай достар, өлмекшілерің. Ойбай достар, қаш. Болмайды вообще. Мынаны жауып қойып та қашып кетейік, тезірек. Ойбай достар, тезірек ұйықтап алайық достар. Ұйықтап алмасақ мына өрмекшілер мені қазір өлтіріп тастайды достар, қинап тастайды. Қараңдаршы, мәссаған 5-6 достар, 5-6 өрмекші. Мәссаған мен өмірімде бірінші рет көріптім мынандай выживанияда көп өрмекшілер көрген. Ойбай, мына жерде тұрсын ба, келе ғой, үйімнің қасынан кетей бар, кеттіңдер бар. Зомби күйіп жатыр. Так, біздің қазіргі мақсатымыз достар, бірінші айтып кетейін. Қазір бұлармен арпалысы уақытымды кетіріп алам. Сондықтан достар, мен қазір сіздер видеоның атынан көріп тұрсыздар. Мен қазір портал құрайтын жерге баратын болам. Яғни айтқанда достар, мен портал құрайтын жерді тауып алдым. Және де мен екінші ауылды да тауып алдым. Екінші ауылға достар келесі бөлімде бірге баратын боламыз. Сондықтан мен бүгін достар портал құрайтын жерден сундукты ашып, және де обсидиандарды сындырып алатын боламын. Және де үйімнің қасына портал жасайтын боламыз. Сосын келесі әлемге баратын боламыз. Мысалы, тозақ деймін, қазақша айтқанда ат деген мағына. Сол тозаққа баратын боламыз. Ояқта неше түрлі заттар көп. Незерит бар, анау-мынау бар. Так, енді мен қазір өзімнің тапқан алмазыма кирка, сосын балта жасаймын, балта мен кирка жетеді осы неге. Так, енді мен қазір версияға кіремде өзіме қазір балта жасап алам. Және де киркам қайдасын, кирка жасап алдық. Охо достар, біз ақыры алмаздан
кирка жасадық, және де балта жасадық, иә. Енді мына жерде есігімді қазір жасаған жоқпын, оған уақытымды бөлмедім, достар. Менде уақыт деген шектеулі, сондықтан достар, енді барынша тырысып жатырмын түсіруге. Сондықтан сіздер қолдап жатсыздар, лайк басып жатсыздар, уже көрермен саны өсіп жатыр. Соған мен қарап қалмай, мен ары қарай видео түсіруге тырысатын болам. Иә, менде мотивация жиналды, сондықтан енді амал жоқ демеймін, сіздер үшін түсіремін, достар. Күзге дейін бірге 1000 көрермен санынан асып түсетініне мен сенімді болып отырмын, достар. Енді мен қазір қайда бара жатыр десеңіздер, әрине мен портал құрайтын жерге бара жатырмын. Мен бұл әлемді мен 2 рет шарлап шықтым, не бар ішінде, не жоқ, не ауыл бар ма тағы, сосын тағы да бірдеңе заттар бар ма, биомдар бар ма деп сол аралап шыққан болатын. Бұл жақта қыс та бар екен, күз де бар екен, достар. Барлық мезгілдің жерлері бар екен. Келесі, достар, біз күзге дейін жетсек, күзгі жерге ауысатын боламыз осы әлемде, достар. Сондықтан, достар, осы арнада до конца, тек қана қолдаңыздар. Сіздерге арнайы осы бөлімден шығарып отырамын. Және қазір мен жетіп қалдым порталға, портал құрайтын жерге. Заброшен десем де болады, ескі, бандай сынып қалған, портал жасалмаған бір құрайтын жер. Әне, достар, мен көрсетіп қойын. Міне, достар, осы жерде портал құрайтын жерде тауып алған болатын. Және де мына жақта сіздер не көріп тұрсыздар? Әрине, ауыл көріп тұрсыздар. Мен кешеден бері или алдыңғы бөлімдерде айтқан болатын, достар. Мен тағы да ауыл тауып алдым дедім, иә. Және де міне, достар, тағы да ауыл бар екен. Менің үй жағыма, достар, таудың ар жағында орналасқан екен. Яғни айтқанда жап жақын, достар. Так, енді біз көлден өтеміз де, көлден өтіп біз ақыры неге келдік, достар? Портал құрайтын жерге келдік. Енді қазір сундукты аштық. Енді сундуктан қазір керегіміз заттарымызды ысырамыз инвентарға. Енді сундукта мына жерде, сундукта ойбай, неқа екен ғой. Мына жерде алтын алма бар екен, достар. Алтын алма бар екен, мына жерде 2 алтын слиток бар екен. Және де ломтик арбуза дейді. Ломтик арбуз бұл желіне ма? Көрейші, бұл желісе көрейік. Так, кирканы мына жерге қойық, алманы алдық. Мына жерде бронялар бар екен, достар, иә. Киімдер бар екен, зачаровать етілген екен, база жоқ. Және де мына сундукты бірге алып кетеміз. Сандықты алып кетеміз. Сосын мына жерде, так, мына жерде магма бар екен, мына жерде, так, алтын. Охо! Мына жерде бір блок не бар екен. Так, бізде қазір бложник бар. Бложниктің орнына болса жауып қой, қазір лаваға түсіп кетпейік, достар. Так, алтынды өзімізге алып аламыз. Болды, алтында өзімізге алдық. Так, открыть новый рецепт. Болды, достар, бізде рецепт ашылды. Алтынды таптық. Енді бізде қазір мына обсидианды сындырып аламыз, достар. Обсидиан сындыру уақыт деген өте, достар, ол шыдамдылық керек бізге. Соны қазір қазып, қазір осы секундта, достар, тезірек скорсқа қоям. Сол кезде қазірден қазып болғаннан кейін сөйлейтін болам, достар. Так, достар, міне бізде жинап алдық. Бізде 10 обсидиан. Так, 10 обсидиан жетеді бізге портал құрауға. Енді өзімізге керекті барлығын сундукты алып алдық, алтынды блокты алып алдық, және де обсидианның барлығын сындырып алдық. Енді бұл 10 обсидиан бізге міндетті түрде жету керек, достар. Енді мен қазір портал құрап не істемеймін, өйткені, достар, мен келесі бөлімге дейін портал құрастырып, достар, әдемі стильде күшті қылып бір ютубтан қарап алам ба, білмей тұрмын, достар. Ютубтан қарап алып істеймін ба, бір әдемі қылып ше, бір көркін ашып тұратын обсидиан порталдың, солай әдемі қылып
келесі бөлімге дейін жасап қоятын боламын достар. Ал достар, енді бізде енді мына ауылға бардым достар. Бірақ бұл ауыл енді анау бірінші барған ауылдан өте ерекше екен достар. Бұл жақта бір жетелдер өте көп, бірақ бұл жетелдер менен бір рейд деп бір қызыл бір жазу шығады. Менен қорқа ма или бірдеңе ме енді. Сондықтан енді соны түсінбедім. Бірақ мен бұрын выживать еткен кезде жетелдер менен қорықпайтын. Ал бұл жолы білмеймін достар, мен түсінбедім. Ал сіздер білесіздер ма достар, комментарий жазып кетіңдерші достар. Енді және де так, бізде енді обсидианнан артылып қалса, білмеймін, артылып қала ма, білмей тұрмын. Если артылып қалса достар, менде зачарованный стол жасайтын болам. Айтпақшы, сол зачарованный столды есіме түссе, атын мен бұрын естігем, или бұрын айтқам достар, мен выживать еткен кезде сол столды мен жатқа білетін атын. Ал қазір ұмытып қаптым достар. Сондықтан сіздің комментарияларыңызды оқып біліп алдым зачарованный столды. Соны кейін жасайтын боламыз тағы да неге барған кезде. Немесе лава мен судан достар, лава мен судан андай обсидиан жасап алатын болам. Алмазымен киркамды сындырып, зачарованный стол жасап қоямын келесі бөлімде. Және де порталды әдемі стильде жасап қоятын болам. Орнынан достар, иә. Бір үйдің жанына бір әдемі күшті қылып жасап қоям. Сосын кейін сол порталға кіріп сіздерге түсіретін болам келесі бөлімдерді. Енді достар, мен әзірге сіздермен қоштасамын. Мен бұл видеода достар, менің бүгінгі миссиям достар, портал құрайтын жерге бару және де обсидиандарды алып, сосын қасында сундықтар заттарын алу болды. Енді бұл бөлім қысқа болып қалса да достар, келесі бөлімді тезірек шығаруға тырысамын. Сондықтан достар, иә, сондықтан да міндетті түрде осы видеоға лайк басып, және де комментарий жазып отырыңыздар. Және де тіркелмен көрермендерім отырса, тіркеліп қойыңыздар. Жақында бірге 500 көрермен санына жететін боламыз достар. Ал енді сіздермен әзірге қоштасам, келесі бөлімге дейін. Сондықтан давайте күтіңіздер. Ал мен де сіздер күтемін. Келесі бөлім ертең шығуы мүмкін. Сондықтан давайте асыға күтіңіздер. Ал сіздермен болған мен Данчо, амандықта жүздескенше.